Сәлем, қалайсыздар? Мен каналымның көрермендері. Бүгін сіздерге қазы тығып көрсететін боламын. Өте дәмді болып шығады. Достар, дәл осылай қазы жасайтын болсаңыздар, сіздердікі де өте керемет дәмді болып шығатынына сенімдімін. Олай болса, осылай етімізді ұзын-ұзын турап аламыз. Қазір көрсетемін видеода. Одан кейін үстіне осындай 1,5-2 уыс тұз салатын боламыз. Және үстіне қалауларыңызша қарабіріш, лавр жапырағын және аздап қызыл бұрыш қосып жібереміз. Барлығы видеода көрсетілген және толық нұсқасы описаниеде жазылатын болады. Тайдың етінен қазы жасайын деп отырмын. Осылай еттерді ұзын-ұзын қылып май мен қара кесек етін араластырып, осылай турап аламыз, ұзын-ұзын етіп. Бірінші ішегіңізді көресіз, ішекке қарай сондай формада ішекке сиятындай етіп, етімізді турайтын боламыз. Одан соң осындай қоспаларды қосып, жақсылап араластырамыз. Және араластырып болғаннан кейін бір минимум 1 сағатқа қойып қою керек. Мен енді асығыс болғандықтан осындай 1 сағатқа қойдым да, одан кейін уже қазымды тығып бастадым. Жаңағыдай тұрған сайын тұзда етке күшті болып сіңіп, бұрыштарда күшті болып сіңіп, дәмді болып шығатын болады қазы деген. Енді тұзын көресіздер, аз болса тағы да үстіне сеуіп араластырып жіберсеңіздер болады. Енді ішегімізді аламыз. Тайдың ішегі болғандықтан осындай жіңішке болды. Қай жағы, екі жағын көріп алдым. Осындай ұзын ішекті 3-ке бөліп алдым да. Одан кейін уже қазымды тығып бастадым. Екі жағын көрем, қай жағы кеңде, сол жағынан еттерді тығып қазы жасайтын боламыз. Ет майын араластырып, осылай ішекке тығамыз. Мен осылай екі жағын зубочисткамен қыстыра саламын. Өзіме солай ыңғайлы. Осындай тура осылай жасадым. 3 қазы шықты менде. Енді дәмі керемет боларына өте сенімдімін. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ет асқан кезде қазы қоссаң өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасаңыздар. Каналым ұнаса тіркелуді ұмытпаңыз.